Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Бүгін кабачоктан осындай бір запеканка жасайын деп жатырмын. Осындай 3 әдемі кабачокты алып, көлеміне қарай бөлесіздер. Мына кабачокты 4-ге немесе 3-ге бөлуге болады. Мына жерден дайындап қойдым. Осылайғы бөлесіздер. Содан кейін кішкентай қасықпен ішіндегісін тастамаймыз. Ішіндегісін өстіп аламыз. Астына дейін жеткізбеңіздер, түбіне дейін. Түбі бітеу болу керек, себебі ішін фаршировать етеміз. Осы кабачоктан шыққан кабачокты, яғни жұмсақты жақсылап езіп аламыз және фаршпен араластырамыз. Ішіне салатын боламыз. Міне, осындай жасауымыз керек. Шыққан кабачоктар көп болды, соның жартысын алдым. Пышақпен өстіп турап шығамыз. Бұларды салмасақ, біздің ішіндегі салмамыз, яғни фаршымыз бірігіп қалады, қатты болып. Ет болып қалады, фарш емес. Енді әркімнің өзінің қалауы бойынша мен чеснок қосқым келіп тұр. Бір зубчик чеснокты теркадан өткіземін. Дәм беру үшін. Және де пиязды да өткізіп аламын күштен ірі жағымен. Бұны қоспасаңыздар да болады, бірақ мен дәмі әдемі болу үшін қосқым келіп тұр. Манты жасаған кезде мантыға көбірек пияз салсақ, сочный болады дейміз. Себебі пиязды, майды қосамыз, сол сияқты бұның да фаршы бірікпес үшін, әдемі дәм беру үшін, рассыпчатый болу үшін осыны қосамыз. Начинкасына да көп керек емес, өзі кабачок кішкентай себебі. Осыны фаршқа қосамын. Фаршқа қосамыз. Тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамын. Жақсылап араластырып, біздің кабачоктарымызды, начинкамызды дайындап қойдық. Енді ішіне салатын боламыз. Осылай салыңыздар. Қазір 180 градусқа қоямыз. Піскенше, піскеннен кейін бетіне сыр сеуіп салатын боламын. Начинкамды сәл ашытылау қылдым, себебі кабачокты тұздаған жоқпын. Бәрін салып болдым. Қазір бұны піскеннен кейін моцарелла сырын үстіне себемін. Егер де сізде сырный продукт болмаса, басқа сыр болса, онда пісіп болғаннан кейін ғана себіңіздер. Ал моцарелла сырын қазір сепсем де болады. 180 градусқа піскенше қоямын. Бір жарты сағатқа. Кабачоктарым пісті. Енді осының бетіне жеке-жеке жайлап күштен өткізілген ірімшікті өстіп саламыз. Салып шыққаннан кейін духовкаға 1 минут, 2 минутқа қоямыз. Кабачоктарым пісті. Осылай порцион істесеңіздер, қонақтарға да өте ыңғайлы болады. Астарыңыз дәмді болды. Іші осындай. Соғы бәрі сақталған ішінде. Жасаңыздар, өте дәмді.